Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 4-ші тарауды қайталауға арналған жаттығуларды бірге қарастырайық. 842 теңдеуді шешіңдер. Бірінші, біз қарайық, мына жерде ортақ бөлімі неше? Ортақ бөлімі бізде 6. Олай болса, бөлімдерінен құтылу үшін осы 6-ға көбейтіп жіберейік. Сонда x бөлінген 3 көбейтілген 6 қосылған x бөлінген 2 көбейтілген 6 тең x бөлінген 6 көбейтілген 6 қосылған 1 көбейтілген 6 болады. 6 мен 3-ті қысқарам 2 қалады. 6 мен 2-ні қысқарам 3 қалады. 6 мен 6-ны қысқарам 1 қалады. Енді 2x қосылған 3x тең x қосылған 6 болды. X-тарды жинақтаймын, мына жерде 5x. Қасында x-ті алып келгенде минус x болады, тең 6. 5x-тен x-ті азайтам. 4x тең 6. x тең 6 бөлінген 4. Қысқартайық. Мына жерде 2, мына жерде 3. Ол бізде 1,5-ке тең. Екінші, ортақ бөлімі бізде 8. Олай болса 8-ге көбейтейік. Y бөлінген 2 көбейтілген 8, азайтылған Y бөлінген 8 көбейтілген 8 тең Y бөлінген 4 көбейтілген 8, азайтылған 1 көбейтілген 8. Қысқартамыз, мұнда 4, қысқартамыз, мұнда 1, қысқартамыз 2 қалады. 4y азайтылған y тең 2y азайтылған 8. Y-тарды жинақтаймыз. Мына жерде 4y минус y 3y азайтамыз. Мына 2y-ті алып келемін. Тең минус 8. y тең минус 8 екен. Үшінші, ортақ бөлімі бізде 60. Олай болса 60-қа көбейтейік. 5x бөлінген 12 көбейтілген 60, 4x бөлінген 15 көбейтілген 60, x бөлінген 20 көбейтілген 60, қосылған 1 көбейтілген 60. 60 пен 12-ні қысқартам 5, 60 пен 15-ті қысқартам 4, 60 пен 20-ны қысқартам 3. 5 5-ім менде 25x азайтылған 4 4-ім 16x тең 3x қосылған 60. 25-тен 16-ны азайтамын 9x, 3x-ті жанына алып келем, минус 3x тең 60. 9-дан 3x-ті азайтамын 6x тең 60. X тең 60-ты 6-ға бөлемін 10. Төртінші, ортақ бөлім бізде 18. 18-ге көбейтеміз. X бөлінген 3 көбейтілген 18, азайтылған 2x бөлінген 9 көбейтілген 18 тең. X бөлінген 6 көбейтілген 18, қосылған 1 бөлінген 2 көбейтілген 18. Қысқартайық. 18 пен 3-ті 6, 18 пен 9-ды 2, 18 пен 6-ны 3, 18 пен 2-ні 9. Не қалды, 6x азайтылған 2 4x тең 3x қосылған 9. 6x-тен 4x-ті азайтам 2x, қасына 3x-ті алып келем, минус 3x тең 9. Жерде 2x минус 3x минус x тең 9. Мына жақтағы минусты мына жаққа апарам, сонда x тең минус 9 болады. 843. Бірінші, бізде екі шешімі бар. X азайтылған 1,5 тең 4, x азайтылған 1,5 тең минус 4. X тең 4 қосылған 1,5, x тең 5,5. Екінші, x тең минус 4 плюс 1,5, x тең минус 2,5. Екінші, 3 минус x тең 5, 3 минус x тең минус 5. Минус x тең 5 минус 3, минус x тең 2, x тең минус 2. Минус x тең минус 5, минус 3, минус x тең минус 8, x тең 8-ге. Үшінші, мына жақта 0, сол себептен бізде бір шешім ғана болады. 2x минус 3 тең 0, 2x тең 3, x тең 3 бөлінген 2, ал ол бізде 1,5. 0, бірақ шешімі болады. 6 минус 5x тең 0, минус 5x тең минус 6,
x тең 6 бөлінген 5. X тең 1,2. Бесінші, модуль x қосылған 1 тең 3 азайтылған 5. Модуль x қосылған 1 тең минус 2. Бізде модульдің ішінен теріс сан шықпайды, сол себептен бұл жерде шешімі жоқ. Модуль x қосылған 5 тең 7 қосылған 2. Модуль x қосылған 5 тең 9. 2 шешімі бар. X қосылған 5 тең 9. X қосылған 5 тең минус 9. X тең 9 азайтылған 5. X тең 4. X тең минус 9 минус 5. X тең минус 14. 844. 2 шешімі бар. 10x қосылған 6 тең 4. 10x қосылған 6 тең минус 4. 10x тең 4 азайтылған 6. 10x тең минус 2. X тең минус 10-нан 2. Сонда x тең минус 5-тен 1. Ал ол бізде минус 0,2. 10x тең минус 4 минус 6. 10x тең минус 10. X тең минус 1. Мынандай 2 шешімі шығады екен. Екінші, m-нан 1 тең 4-тен 1. m-нан 1 тең минус 4-тен 1. Пропорция арқылы шығарамыз. 1 көбейтілген 4 бөлінген 1. m тең 4 екен. m тең минус 1 көбейтілген 4 бөлінген 1. Сонда m тең минус 4. Үшінші, 3x азайтылған 9 тең 6. 3x азайтылған 9 тең минус 6. 3x тең 6 қосылған 9. 3x тең 15. X тең 15 3-ке бөлеміз 5. Бірінші шешімі. 3x тең минус 6 плюс 9. 3x тең 3. X тең 1. Екінші шешім. m-нан 5 тең 3-тен 2. m-нан 5 тең минус 3-тен 2. m тең 5 көбейтілген 3 бөлінген 2. m тең 2-ден 15. m тең 7,5. m тең минус 5 бөлінген 3 көбейтілген 3 бөлінген 2. m тең минус 7,5. Бесінші, 2,4x қосылған 1,2 тең 6. 2,4x қосылған 1,2 тең минус 6. 2,4x тең 6 азайтылған 1,2. 2,4x тең 4,8. X тең 4,8 2,4-ке бөлемін 2 шығады. 2,4x тең минус 6 минус 1,2. 2,4x тең минус 7,2. X тең минус 7,2-ні 2,4-ке бөлемін минус 3 шығады. Үшінші, 2n-нан 1 тең 4-тен 1. 2n-нан 1 тең минус 4-тен 1. 2n тең 1 көбейтілген 4 бөлінген 1. 2n тең 4. n тең 2-ге. Мына жерде де 2n тең 1 көбейтілген 4 бөлінген 1 минус. 2n тең минус 4. n тең минус 2. 845. Атасы 58 жаста. Оның баласы 32 жаста. Немерелері 11 жаста, 7 жаста. Неше жылдан кейін атасының жасы баласы мен немерелерінің жастарының қосындысына тең болады. Атасы 58 жаста, баласы 32 жаста, немерелері 11 жаста және 7 жаста дейді. Айтады, бірнеше жыл өткеннен кейін, бірнеше жыл өткеннен кейін, яғни атасына тағы бірнеше жас қосылады, баласына дәл сол уақыт қосылады, немерелеріне де дәл сол уақыт қосылады. Плюс x деп қояйық, белгісіз жыл. Енді айтады, осы уақытта атасының жасы баласы мен немерелерінің жастарының қосындысына тең болады. Яғни мынаны теңестіреміз.
сосын мына жақтағыларды жастарын қосамыз. Енді есептейік. 58 қосылған x тең 32-ге 11-ді қосамыз. 43, 43-ге 7-ні қосамыз. 50 қосылған x, мында x, мында x, 3x. Енді x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинайық. 3x, оның қасына апарып x-ті жазамын. Минус x болады. 58 осында қалсын, қасына 50-ді апарам. Минус 50. 2x тең 58-ден 50-ді азайтамыз. 8. X тең 8-ді 2-ге бөлеміз 4. Яғни 4 жылдан кейін олардың жастары тең етеді. Тексеріп көрейік. 58 қосылған 4 тең баласы 32 қосылған 4, немересі 11 қосылған 4, одан кейінгі немересі 7 қосылған 4 болады. Атасы 62-де болады, баласы 36-да болады, бір немересі 15-те болады, екінші бір немересі 11 жаста болады. 62 тең, мына жақта 62 шығама тексерек, 36-ға 15-ті қосамыз, 51, 51-ге 11-ді қосамыз, 62. Дұрыс екен,